Жақсы сөз жан азығы дейді дана халқымыз. Солай екен, әтрапымыздағыларға өздеріміздің шерін сөздерімізді айтып, олардың күн дауамында кеуір кепиятының жоғары болуына өз үлесімізді қосайық. Талпынған жетер мұратқа, хақатында да, алға қарап талпын жасаған инсан әлбетте өз мұратына жетеді. Бұны біз бүгінгі күні Австралияның Сидней қаласында ниет етіп отырған жастарымыздың бірінен, яғни Атабек Мұртазаевтың мысалынан көруімізге болады. Демек, сондай ізденушең, жаңалықтар жаратушы жастарымыз хақында сөз етуші, инновациялық жаңалықтар рубрикасына нәбетті береміз. Мархамат. Қазіргі уақытта жастарымыз әр тарауда өзінің белсенділігін көрсетіп келмекте. Соның ішінде дүния жүзінде де өзінің орнына ие болып отырған жастарымыздың саны да жылдан жылға артып бармақта. Міне осындай жастарымыздың ішінде Атабек Мұртазаев та бар. Атабек Мұртазаев Ташкент мемлекеттік техника университетін табысты тамамлап, Құбыла Кореядағы KAIST университетіне информациялық технологиялар бағдарына оқуға кіреді. Hem de осы оқу орнын табысты тамамлағаннан кейін Атабек Құбыла Кореядағы ең үлкен мобиль байланыс құралдарын ісілеп шығарушы компанияда 5,5 жылдан астам уақыт давамында Android бағдарламашысы болып жұмыс істейді. Яғни осы тарау бойынша көптеген тәжірибеге ие болған. Атап өтсек, Android операцион системалары қазіргі уақытта дүния жүзінде үлкен атаққа ие. Осы Android операцион системаларын рауажландырып атырғанлардың ішінде жерлесіміз Атабектің де үлесі көп екенлігін атап өту орынды. Атабек қазіргі уақытта Австралияның Сидней қаласында Android бағдарламашысы болып жұмыс істемекте. Біз бүгін Атабекпенен интернет тармағы арқылы видео байланысты әмелге асырамыз. Ассаламу алейкум, Атабек. Сіз қазіргі уақытта компьютер hamde мобиль бағдарламаларын жарату бойынша халықаралық тәжірибеге иесіз. Сіз осы бағдарға қызығуыңызға, яғни Android бағдарламашысы, сондай-ақ компьютер бағдарламаларын қызығуға сізде қандай түрткі болды? Ассаламу алейкум, Бекболсын. Көрсетуіңізге шақырғаныңыз үшін рахмет. Мен 10-шы классқа шекем Нүкіс қаласындағы 34-ші мектепте оқыдым, һәм 8-ші класста енді бастап отырған уақытымызда информатика һәм математикаға бағдарланған арнаулы класс ашылатығым болды. Һәм мен өз қызығушылығымды біліп бұл классқа өттім. Классқа информатика математикадан тәжірибелі ұстаз болып Ықтияр Төребеков келді. Ықтияр ағамыз сабақларды жүде һәм қызықлы қылып өтетұғын еді. Біздер ол жерде бірінші бағдарламастыру тілімізбен таныстық, бұл бесік тілі еді. Бұл тілде бесіктен де кішігірім бағдарламаларды жазып үйрендік. Бұл айтқанда осы Ықтияр ағамыздан алған білімдер менің кеншелік бағдарламастыру бойынша маман болуыма үлкен түрткі һәм фундамент болды десе алжаспаған боламын. Рахмет жауабыңыз үшін. Сіз магистратураны Құбыла Кореядағы KAIST университетінде біткерген екенсіз. Осы университетті таңлауға сізге не түрткі болды? Hamde осы оқу орнындағы білімлендіру системасы hakkında айтып берсеңіз. Шет елдерде оқуға қызығушылығым Ташкентте бакалавр басқышында оқып жүрген уақытлары пайда болды деп айта аламын. Мен сенетін едім, егер адам қалесе һәм соған жараса әрекет етсе, арманлары құр арман болып қалмастан, ал реал өмірге айланады. Сол ойларменен мен бірінші нәубетте инглиз тілі дәрежесін анықтайтын стандарт тестілерге даярланып басладым. Ендігі басқыш бұл университет табу еді. Мен университет іздегенде көптеген мемлекеттер бойынша іздедім, бірақ ақырында тек Кореяның университеттеріне итибар қарататығым болдым. Біріншіден, Корея информацион технологиялар, яғни IT тарауында жетекші мемлекеттердің бірі есептелінеді. Һәм олардың жоғары білімлендіру системасы бұл тараудағы қанегелерді даярлауға жақсы икемлескен. Екіншіден, сол уақытлар Корея үкіметі IT тарауында оқуды қалеген шет елі студенттерге арналған грант программасы бар еді. Университеттерді сайлау процесінде мен ең бірінші нәубетте сабақлардың толық инглиз тілінде өтілуіне итибар қаратып едім. Себебі ол уақытлары бұл мүмкіншілік барлық һәм Кореядағы жоғары оқу орындарында бар емес еді. Университеттің һәм Кореядағы білімлендіру системасының өзгешеліктеріне келсек, ол жақта кредит системасы енгізілген. Бұл дегені әрбір сабаққа белгілі бір кредит белгіленген болады, һәм біткеру үшін бір белгілі мықтардағы керекті кредитлерді жинау керек болады.
магистратура басқышында сабақларды сайлау толық еркінлік студенттерге берілген, өзлері қалеген пәнлерді ала алады. Әлбетте ilmi басшы мен маслихат келіскен халда. Сіз дүния жүзінде технология тарауында өз орында ие, сондай-ақ информация, коммуникация технологиялары рауажланған ең алдыңғы компанияларда жұмыс істегенсіз. Бұл жердегі тәжірибелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Магистратураны түпкеруіме жақынлағанда Samsung Electronics компаниясы Кореяда оқуын тамамлап отырған шетелдіктерді жұмысқа аламыз деп конкурс жариялады. Мен де сол ел қатары өз үмітімді сынап көрейін деп тапсырдым һәм өзім күтпеген халда 4 басқышылық конкурстан табысты өтуге ерістім. Samsung Electronics компаниясының бас офисі Сувон қаласында үлкен бір майданды иелейді һәм оны Samsung Digital City деп атап қойылған. Оны бір қаланың ішіндегі бір кішік қала десек те болады. Ішінде 30 мыңнан артық адам істейді һәм барлық қолайлылық жаратылған. Мен профессионалдық тәжірибелеріме келсек, көпшілік уақытымды мобиль бағдарламастыру тарауында өткіздім. Яғни Galaxy сериясындағы смартфон һәм планшетлер үшін Android платформасындағы әрқилы бағдарламаларды жарату менен шұғылданатын командаларда істедім. Бұл алғанда Samsung Electronics'те өткізген 5 жыл жүдә һәм үлкен сабақ болды деп айта аламын. Халықаралық үлкен компанияның қалай істеуін, интернационал командалармен бірге істесу, миллионлап адамлар пайдаланатын бағдарламаларды жарату кібі білім һәм тәжірибелерді алуға ерістім. Демек, сіз дүния жүзіндегі алдыңғы қатарларда келтірген компанияларда жұмыс істеп, өз тәжірибеңізді асырдыңыз. Яғни сіздің осы тарау бойынша қосқан үлесіңіз көп деп атауға болады. Ал қазіргі уақытта Австралияның Сидней қаласында Android бағдарламашысы болып жұмыс істеуге не түрткі болды? Яғни Сидней қаласына қалай келіп қалғансыз? Австралияға көшуіме бірнеше себептер алып келді десем болады. Біріншіден, өзі алдынан инглиз тілінде сөйлейтін мемлекеттердің бірінде жасап һәм істеп көруге қызығушылығым бар еді. Кореяда бірнеше жыл оқып һәм істегеннен кейін бір күні орталықты өзгерту уақыты келгенін сездім. Сонdan кейін әрқилы варианттарды қарастырып, Австралияға баруға ниет еттім. Себебі климат, білімлендіру һәм жасау дәрежесі жағынан жақсы көрсеткіштерге ие мемлекеттердің бірі есептелінеді. Екіншіден, шаңырақтыда есепқа алдым, балалардың кәріс тілінен гөрі инглиз тілінде білім алғаны жақсылау болатынын шығар деп ойладым. Сол себепле Австралияға келіп, қазіргі күнде Сидней қаласында жасап атырман. Сол жерде бір кішігірім фирмаларда істеп атырман. Қазіргі уақытта қандай инновациялық жаңалық жарату бойынша жұмыс алып бармақтасыз? Инновацион тарауға қызығушылығым бар. Бұлардың үстінде елі жұмыс алып барып атырман деп айта алмаймын қазіргі күнде, бірақ келешекте бұл тарауларға уақыт ажыратуды ниет етіп қойғанмын. Бұл не тараулар? Біріншісі бұл тексті дауыс я сеске айландыратын технология. Инглиз тілінде text to speech делінеді, қысқаша TTS деп те атайды. Бұл технологияның мақсаты қалеген бір жазылған электрон текстті аудиосеске айландырып беру. Яғни апуайы қылып айтқанда жазылған текстті бір адам оқып бергендей болады. Тек адамның орнына бұны компьютердің өзі істейді. Бұл технология инглиз, испан, француз кібі кең тарқалған тілдерде әлдеқашан істелінген, бірақ өзіміздің қалпақ тіліміз үшін елі жоқ. Бұл қалай істелінеді деген сұрау болуы мүмкін. Егер қысқаша айтып өтсек, қалпақ тілінде әріптелердің сөздің қай жерінде келгеніне қарап қалай оқылу қағидалар бар. Осы қағидаларды алып бағдарламаға жайластыру керек болады, һәм ондан кейін әрбір сесті аудио ретінде жазып алынады. Қағидаларға һәм сөздердің қай жеріне келгеніне қарап, сол сеслер ізбейіз қосып шығылады. Бұл технология жәрдемінде қалпақ тіліндегі шығармаларды адамларға аудио форматында өзлестіру мүмкіндігін жаратуға болады. Екінші бағдарға келсек, ол да біріншісіне ұқсас, бірақ алдыңғысында электрон текстті сеске айландырған болсақ, бұнысында аудио сесті қайтарып текстке айландыру.
İngiliz tilinde speech recognition deyilinеді. Бұл технология арқалы аудио сеслерді адам түсінетін текстке айландырсақ болады. Бұл жерде мақсат сол системаның қарпақ тіліндегі сеслерді түсініп, соны дұрыс текстке айландырып беруін тәминлеу. Бұл өз нәубетінде қарпақ тілінде басқа аудио сеслермен істейтін бағдарламалардың жаратылуына фундамент болуы мүмкін. Инсан алдына мақсат қояр екен, сол мақсатына ерісу үшін әрекет етіп жасайды. Сіз алдыңызға қандай мақсатлар қойғансыз? Қазір күнде Android бойынша істеп атырғаным үшін бірінші нәубетте осы тарауда тәжірибемді һәм білімлерімді асыру, таза шығып атырған технологияларды үйрену. Ондан кейін тек қана Android пен шектеліп қалмастан басқа тарауларға да ықпал беруді әрекет етіп атырмын. Себебі өзін профессионалмын дейтін адам әр тараплама рауажланған болу керек. Ұзақ келешектегі режелеріме келсек, уақыты келгенде өзімнің компаниямды ашу ниетім бар. Рахмет Атабек, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Алдағы жұмысларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Міне осындай жастарымыздың сырт мемлекеттерге шығып, өз тәжірибелерін арттырып атырғанлығы тікелей қарестіздігіміздің шарапаты менен байланысылы. Себебі елімізде жастарымызға деген диққат итибардың жоғары екенлігін, олардың міне осындай жетістіктерінен де көруімізге болады. Солай екен елімізде осындай жастарымыздың саны көбейе беруін тілеп қаламыз.